Атырау арман қала. Тәуелсіз Қазақстан картасында кәрі Каспийдің терістік шығысында орналасқан Атырау қаласы еліміздегі көне елді мекендердің бірі. Жері сортақ, табиғаты қатал, жазы ыссы, қысы желкем, суық бұл өлкенің қойнауы ырысқа толы. Бір кездері өрісі малға, суы балыққа бай Атыраудың бұл күнде асты мұнай мен газға толы екендігі белгілі. Сондықтан оны Қазақстан қара алтынының астанасы санайды. Әу баста аталарымыз Жайық сағасы бойымен көне Сарайшы қаласынан төмен орналасқан балықшылар қонысын Үйшік атады. Кейін қала 350 жыл ұзағынан Гурьев аталып келді. Әлемде көп кездесе бермейтін қызыл балықтың 97% осы Жайық өзенінің етегінде өсетіндігі болса керек. Көктемгі жылымықтан күзгі өзен суы қатқанша халықтың негізгі кәсібі балық аулау еді. 1917 жылы төңкеріске дейін Гурьев балық кәсіпшілігі мен сауда орталығы және шағын әскери бекініс болып келді. Саяси әкімшілік рөлін атқарды. Кеңес үкіметі жылдарында қала аса қарқынды болмаса да өркендеп, өнеркәсіптік және ғылыми мәдени орталыққа айналды. Алғашында әлеуметтік нысандар ашыла бастады. Жалпы білім беретін мектептер мен фельдшерлік емдеу орындары, ауруханалар, клуб, мәдениет үйлері салынып, пайдалануға берілді. 30-шы жылдары педагогикалық училище, мұнай техникумы ашылып, оларда алғашқы оқыған жоғары білімді қазақ жастары жұмыс істеді. Ұлы Отан соғысы жылдарында қалада мұнай өнеркәсібін дамытуға арналып, үлкен қадамдар жасалынды. Балық өнімдерін өңдеу ісі дамыды. Оған Украинадан қоныс аударып, көшірілген Петровский атындағы машина жасау зауытының, балықшыдағы балық қалбыр комбинатының, қаладағы мұнай өңдеу зауыттарының қосқан үлесі зор. Әсіресе Жайықтың бекіре балығынан жасалған деликатестер мен қара оуылдырғы өлкенің мақтаны болатын. Кейінгі жылдары химия зауыты ашылып, Гурьевтің өзінде 27 өнеркәсіп орны жұмыс істеді. Бұл өндірістің дамып, әр күнде бірнеше миллион сомның өнімдері шығуына мүмкіндік берді. Қала уақыт өткен сайын қанатын кеңге жайды. Тәуелсіздік жылдарында ол 9 жолдың торабын айналды. Орта Азия мен Сібір, Еуропа елдерімен байланыстыратын әуе қатынасы, темір жол, тас жол тораптары іске қосылды. 1992 жылы Гурьев атажұрттың ежелгі атауы Атырау болып өзгертіліп, даму тарихының жаңа парағына қадам басты. Бұл күнде Атырауды осыдан 15-20 жыл бұрынғы облыс орталығымен еш салыстыра алмайсыз. Бір кездегі 8000 тұрғыны Жайықтың екі бетін жағалаған. Көшелерінде балшығы кеппейтін саман үйлі шағын қала. Бүгін қарасаң, көз тоймайтын сәнді коттедждер мен қоғамдық ғимараттары бар. Көп қабатты үйлері аспанмен таласқан зәулім шаһар. Қаланың аумағы бұл күнде 2 есе артып, тұрғындардың саны 320 мыңға жетті. Ол бүгінде әлемдік стандарттағы арман қала. Шетелдік компаниялар өкілдерінің мұнайлы Астанаға көптеп келуі Атыраудың көптеген саласында сервис деңгейінің жоғарылауына септігін тигізді. Жаңа қонақүйлер, мейрамханалар, сауда орталықтары бой көтерді. Жаңадан Нұрсая, Балауса, Самал, Сарықамыс, Атырау, Алмагүл және басқа да жаңа тұрғын аудандар іске қосылды. Тек соңғы жылдарда салынған мұз айдыны, Сланов атындағы әмбебап кітапхана, Салтанат сарайы, Назарбаев атындағы мектеп, теннис орталығы, өндірістік орындар, құрылыс мекемелері, ТШО мен Энкок кеңселері, басқа да ғимараттар қаланың сәулеттік сәнін арттыруда. Халқымыздың арғы бергі ардақты ұлдары Бейбарыс, Исатай мен Махамбет, Құрманғазы, Дина, Жұмекен мен Фариза, Хиуаз бен Қаныштарға ескерткіш қойылды. Достық үйі бар. Қаламызда 80-нен астам ұлт өкілдері бір арман, бір мақсатта, бірлікте тәуелсіз Қазақстан, ұлы даланың мәңгілік елін гүлдендіру, ғаламшардың ең озық 30 елінің бірі болу үшін бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығаруда.
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев биылғы көктемде елімізде болашаққа бағдардың негізгі рухани жаңғыру екенін ерекше екпінмен айтты. Әрине, рухы мықты ел ғана ел ертеңін гүлдентеді, келешегіне сенеді. Облыс орталығында әрбір 30-дан астам мамандық иелерін даярлайтын 2 университет, 1 институт, оның үстінде колледж, лицей, 60-қа жуық жалпы білім беретін орта мектеп жұмыс істейді. Қала маңында Европа мен Азияны 7 көлік көпірі, 1 теміржол көпірі және ұзындығы жағынан Гиннестер рекорды кітабына енген жаяу жүргінші көпірі жалғайды. Қаланың оқтай түзу көшелері тек орталық емес, әрбір жаңа тұрғын аудан, қала маңындағы елді мекендерінің орамдарына дейін жол салынып, жер-жерінде көгал егілген. Күндіз көрікті мұнайлы Астананың түнгі келбетіне көз салыңыз. Орталықтағы Исатай Махамбет, Құрманғазы алаңдары, жайық жағалаған қызылды жасылды самалы шамдар мен жастар ғана емес, қала халқы, қонақтардың әр кеште жан сауықтырып, көңілді демалатын сүйікті орындары. Қаланың көркіде, нәріде жайық өзені. Қала халқы оны еркелетіп ақ жайық деп атайды. Ол туралы талай жыр жазылып, ән айтылған. Су маржанына қармақ салған әуесқой балықшылардың да, кемемен серуендеген қала халқының да жанға желі демалыс жері осы. Жайық табиғатының тағы бір сұлу аймағы, оның Каспийге құяр атырабы. Бұл жермен құстардың күзгі көктемгі миграциялық ұшу жолы өтеді. Осынау биоалуандылық салтанат құрған Ақжайық резерваты шетелдік туристерді көптеп тартады. Өңірде мәдениет пен спорттың дамуы да жақсы бағадан кенде емес. Дина Нұрпейісова атындағы академиялық оркестр, 80 жылдық тарихы бар Махамбет Өтемісұлы атындағы облыстық драма театр, өнер және өлкетану музейлері және түрлі өнер ошақтары қала халқы мен қонақтарының рухани талғамының өсуіне еңбек етеді. Заманауи спорттық нысандар көз алдымызда көбейіп келеді. Қала халқының басымы ел біріншіліктерінің бірнеше дүркін жүлдегері және кубок иегері Атырау футбол командасына жанкүйерлік етеді. Ойындық спорт түрлерінен бейбарыс хоккей командасы, Атырау барыстары баскетбол клубы және Атырау волейбол клубтарының қанжығаларында талай алтын, күміс жүлделер бар. Бокс пен дзюдо, күрес пен таеквондо секілді жекпе-жек түрлерінен халықаралық деңгейдегі додаларды өткізу қос құрлықты жалғаған қала үшін әдетке айналды. Ашық су айдынында қайықтар желкен жайса, бассейндерде су спорт түрлері дамып келеді. Атырау бүгінгі күні елдегі құсбегілік, көкпар, ат бегілік секілді ұлттық спорт түрлерінің ірі орталығы саналады. Жастардың спортты серік етіп салауатты өмір салтын ұстану тенденциясы көңілге қуаныш ұялатады. Бірнеше ғасырлық тарихы бар. Атырау бұл таңда бизнес пен экономиканың, инвестиция мен инновацияның қайнар орталығы. Қаламыз Қазақстандағы өмір деңгейі ең жоғары және жайлы қалалар көшінде. Атырау күн өткен сайын жасарып, жайнап, өсіп келе жатқан қала. Ол жоспарлы алуан жастар қаласы, елге берер мол келешектің керемет мекені. Сондықтан оны көркейту, өсіру әр тұрғынның міндеті. Атырау арман қала, біздің мақтанышымыз. Атырау қала, абырой мақтанышы.